Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы тарихи шығарманы сахналау. 4-ші тапсырма, мәтінді түсініп оқы. Сіз басқа режиссерлер секілді пьеса, инсценировка жазасыз ба? Қазақ театрын әлемге танытқан инсценировка, оны дамытқан режиссер Әзірбайжан Мәметов. Ол Шыңғыс Айтматовтың «Ана, жер ана», ғасырдан да ұзақ күн, Әбдіжамал Нұрпейісовтің «Қан мен тер» және тағы да басқа шығармаларды сахналады. Үлкен полотналар тудырды. Сол арқылы режиссер ретінде өзі де әлемге танылды. Қазақ театрында биік белеске көтерді. Пьеса жазу үшін драматургияның не екенін, оның заңдылықтарын білу керек. Пьесаның не екенін білмей, бір пьеса оқымай драматургияға баруға болмайды. Дулат Исабеков, Әкім Таразилер драматургияның майталмандары. Бұл қаламгерлер драматургияның биік белесіне шыққан қаламгерлер. Тарихи шығармаларға деген қызығушылығыңыз ерекше сияқты. Ол рас. Мені қазақ тарихы ерекше қызықтырады. Өйткені өз ұлтымды ерекше жақсы көремін. Өзге ұлттарға ұқсамайтын қасиеттерін қастерлеймін. Қазақ ұлты қабілетті, нені болса да тез меңгеретін ерекше талантты ұлт. Осындай ұлы халықтың адал ұлы ретінде еліме қызмет етіп, өз үлесімді қосқым келеді. Өз-өзіңе бұл өмірде не істедім деп сұрақ қойғанда, жауабыңа өзің аз да болса қанағаттануың керек қой. Сондықтан менің мақсатым ұлтымның тарихын сахнада бейнелеу. Тарихи шығарманы сахналау өте қиын. Ол үшін ұзақ іздену, көп оқу керек. Абылайханның арманын қойдыңыз. Абылайдай тарихи алыпты сахнаға шығару үшін жүрек тұтқан батыр болу керек шығар. Театрдың батыры болу керек. Абылайханды бұған дейін мықты режиссерлер сахнаға шығарды. Мен оларды қайталамауым керек. Абылай қазақтың ел болуына еңбек сіңірді дейміз. Ал қандай еңбегі бар? Нақты не істеді? Ол мықты саясаткер болған. Абылай деген 2 томдық тарихи деректі кітапты тауып оқып зерттедік. 300-дің басын қалай қосқаны, елді қалай аман сақтағаны, Қытайға, Ресейге қалай елші жібергені, шиеленістерді қалай шешкені, бәрі анық жазылған. Нақты құжаттармен берілген. Мұнда Абылайдың даналығы, көшбасшылығы, саясаткерлігі, батырлығы дәлелді жазылған. Қойылымда Абылайдың осы образын сомдауды көздедік. Сәуле Әбединова, әңгімеңізге рахмет, шығармашылық табыс тілеймін. 5-ші тапсырма, айтылым тапсырмасы. Жұптық жұмыс. Бір-бірімен пікір алмасыңдар. Сұхбатқа кім қатысқан? Сұхбат не туралы? Сен журналист болсаң, тағы қандай сұхбат берер едің? Дескриптор кестесі. Мәтінді оқиды, түсінеді, 1 балл. Сұрақтарға жауап береді, 1 балл. 6-шы тапсырма. Тыңдалым оқылым тапсырмасы. Төмендегі тақырыптарды мәтіннің абзацтарымен сәйкестендір. Себебін дәлелде. Атақты өнер қырандары. Ханның образын сомдау. Жазушылардың еңбектері. Қазақты әлемге танытқан режиссер. Қазақтың адал ұлының мақсаты. Театр сыншыларының шешімі. Майталман драматургтар. Абзац А, абзац В, абзац С, абзац Д. Оқылым айтылым тапсырмасы. 7-ші тапсырма. Мәтінді оқып, әр абзацқа тақырып қой, идеясын айт. Абзацтың тақырыбы 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші абзацтарға тақырып қоямыз. Әр абзацтың идеясын жазып шығамыз. Дескриптор кестесі. Тақырыптарды мәтіндегі абзацтармен сәйкестендіреді, 1 балл. Дәлелдейді, 1 балл. Әр абзацтың тақырыбын анықтайды, 1 балл. Идеясын жазады, 2 балл. Жазу сауаттылығын сақтайды, 1 балл. Жазылым тапсырмасы. 8-ші тапсырма. Бос орында қажет сөздер және сөз тіркестерімен толықтыр.
Берілген қажетті сөздер: сахналады, қаламгер, елші жібергені, шиеленісті шешуі, тұтқынға түскен. Әр сөйлемде көп нүктенің орнына қажетті сөздерді қойып жазып шығамыз. Дескриптор кестесі: сөйлемдерді жасады 1 балл, көп нүктенің орнына қажетті сөздер және сөз тіркестерін қояды 1 балл. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар оқушылар.